Конституция латыншадан аударғанда құрылыс деген ұғымды береді. Яғни өміріміздің, тыныс-тіршілігіміздің ел жұрт болып бірігіп мемлекет құруымыздың айғағы. Міне, осындай конституция алғаш рет Англияда 1679 жылы және 1688 жылдары құқықтық жөніндегі билл деген атпен қабылданған. Жазбаша конституция ең алғаш 1787 жыл ақш-та, одан кейін 1791 жылы Франция мен Польшада өмірге келген. Ал Қазақстанда тұңғыш рет 1924 жылы, одан кейін 1937, 1978, 1993, 1995 жылдары жазбаша түрде қабылданды. Ал қазіргі қолданып жүрген конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған. Құрметті қазақ елі, сіздерді Қазақстан Республикасының ата заң күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға мықты денсаулық, молшылық, ашық аспан мен отанымыз Қазақстан Республикасының гүлденуін тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіңіз кемел болсын.